Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Биология 7-ші сынып. Сабақты жүргізетін Ахатберген Ақбота Мұхамеджанқызы. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері, жұлын, ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтері. Сабақтың оқу мақсаты орталық және шеткі жүйке жүйесімен таныстыру, жұлынның құрылысы мен қызметін түсіндіру, ми бөлімдері құрылысы мен қызметін білу. Бағалау критерийлері. Орталық және шеткі жүйке жүйесін біледі, жұлынның құрылысы мен қызметін түсіндіре алады, ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметін біледі. Орталық және шеткі жүйке жүйесі. Орталық жүйке жүйесіне бас миы және жұлын жатады. Ал шеткі жүйке жүйесі жүйкелер мен жүйке түйіндерінен тұрады. Сонымен қатар шеткі жүйке жүйесі соматикалық және автономды болып бөлінеді. Жұлын орталық жүйке жүйесіне жатады. Пішіні цилиндр тәрізді, омыртқа жотасының өзегінде орналасқан, ұзындығы 42-45 см, салмағы 34-38 грамм. Жоғарғы шеті сопақша мимен, төменгі шеті екінші арқа омыртқасына дейін созылып жатады. Жұлынның құрылысы. Жұлынның алдыңғы артқы жағында ұзыннан созылған тік жүлгелері болады. Ол жұлынды оң және сол жақ жартыға бөліп тұрады. Жұлынның дәл ортасында іші жұлын сұйықтығына толы жұлын өзегі бар. Өзектің айналасында пішіні көбелекке ұқсаған сұр заты орналасқан. Сұр заттың сыртын ақ заты қоршап жатады. Жұлын құрылысында ақ зат сыртында, сұр зат ішкі жағында орналасады. Жұлынның қызметі. Жұлын екі түрлі қызмет атқарады: рефлекстік және өткізгіштік. Рефлекстік қызметі. Жұлынның әр жерінде жүйке орталығы бар. Мысалы, тізе рефлексі орталығы жұлынның бел бөлімінде, зәр шығару орталығы сегіз көз бөлімінде, көз қарашығын үлкейтетін орталық арқа бөлімінде орналасқан. Орталық жүйке жүйесінің негізгі бөлімі ми. Ми бас сүйек қуысында орналасады. Ол мынандай бөлімдерден тұрады: үлкен ми сыңарлары, аралық ми, ортаңғы ми көпірі, сопақша ми және мишық. Үлкен ми сыңарлары. Адамда алдыңғы мидың үлкен ми сыңарлары басқа бөлімдеріне қарағанда әлде қайда жақсы дамыған. Қыртыста 14 миллиардтан астам нейрондар болады. Ми қыртысының қалыңдығы шамамен 2-3 мм. Ми сыңарларының ақ заты ішкі жағында, ал сұр заты сыртқы жағында болады. Ортаңғы ми артқы ми мен аралық мидың арасында орналасқан. Теріде пигменттің түзілуін, кенеттен шыққан дыбыс, жарыққа тез бағдарлауды реттейді. Аралық ми ортаңғы мидың алдыңғы жағында жатады. Көру төмпешіктері мен төмпешік асты аймақтан тұрады. Аралық мида бір қарынша бар. Көру, дәм сезу, есту рецепторларынан келген қозудың барлығы аралық ми арқылы алдыңғы ми мен үлкен ми сыңарларына беріледі. Артқы миға мишық пен ми көпірі жатады. Ми көпірі ортаңғы ми мен сопақша мидың аралығында орналасқан. Сопақша ми мен ортаңғы миды байланыстырып тұратындықтан оны ми көпірі дейді. Ми көпірінің жүйке жасушалары бет терісінен, тілден, ауыз қуысының сілемейлі қабықшасынан келетін қозуды қабылдайды. Ми көпірінде сілекей, жас бездер мен шайнау, ымдау бұлшықеттерінің жұмысын реттейтін жүйке орталықтары да орналасқан. Сопақша ми жұлынның жоғарғы шетінің жалғасы. Сопақша мидың төменгі шеті жіңішкелеу, жоғарғы шеті жуандау. Жұлындағы сияқты сұр заты ішінде, ақ заты сыртында орналасады. Мидың ұзындығы 2,5-3 см. Мида бір ми қарыншасы бар. Онда ему, жұту, жөтелу, түшкіру, көзді жыпылықтату рефлекстерінің орталығы бар. Сұр затында тыныс алу, қан тамырларын ас қорытуды реттейтін орталықтар орналасқан. Мишық сопақша ми мен ми көпірінің артқы жағында жатады. Мишық қаңқа бұлшықеттерінің үйлесімді жиырылуын реттейді.
әсіресе мойын, тұлға, аяқ-қол бұлшық еттерінің қозғалысын, дененің тепе-теңдігін сақтайды. Егер миышық жарақаттанса, адамның қол-аяғы тез шаршайды, қозғалысы, тепе-теңдігі, сөзі бұзылады. Сабақты қорытындылау мақсатында аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы сөйлемдерді жалғастырыңыз. Үйге тапсырма: кестені толтыру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.